Саламатсыз папай, мен сізге өзімнің зерттеу жұмыстарыма байланысты сұрақтарым бар еді. Сіздің ойыңызша қазіргі әйелдердің қоғамдағы рөлі қандай? Қош келдің, балам. Зерттеу жұмысының тақырыбы өте жақсы екен, сәттілік. Жалпы бүгінгі қазақ қоғамындағы әйел бейнесі бұл бұрынғы қазақ әдебиетіндегі үлгі болып жатқан, яғни біз оқып өскен әйел бейнесінен ерекше. Ол кезде тек қана отбасының ұйытқысы болса, бүгінгі күні әйел азаматтары түрлі салада көшбасшы қызмет атқаруда. Олар біліммен басқаруда, өндірісте, медицинада, тағы көп салада өзінің басқарушылық қабілетімен, рухани бітім болмысының кеңдігімен, ақыл-ойының, пайым-парасатының жоғары деңгейде қалыптастыра алған, дамыта алған бейнесін көремін. Қазақ қоғамындағы әйел бейнесі дәл қазіргі сәтте, яғни көшбасшы, рухани дамыған, жаңағы өзінің ойын қоғамда еркін жеткізе алатын, ер азаматтармен тең дәрежеде өзі жұмыс жасай алатын адамның бейнесін көремін.